Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Біз бүгін өте дамды чебуреки дайындайтын боламыз. Бізге керектесі ең алдымен 120 грамм қайнап тұрған ыстық суымызға шай қасық тұзымызды салып ертіп қозғап қойып қоямыз. Екінші кезекте ұнымызға 2 ас қасық сұйық майымызды салып, жаңағы дайындаған ыстық суымызды аз-аздан құйып, осындай бірінші лопатаның, одан кейін қолымыздың көмегімен жуала илейтін боламыз. Қамырымыз осындай эластичный дейді орысшада, осындай мөлдір болып, әдемі болып шығу қажет. Орташа жұмсақ болу қажет. Осылай салапамен орап, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Екінші кезекте біз ішіне салмасын дайындаймыз. Бізге керектісі 300 грамм фарш, 2 бас пияз. Пиязымызды майдалап ұсақтап тураймыз. Және шай қасық тұз және жарты шай қасық бұрышымыз саламыз. Одан кейін осы дайын ұсақтап тураған пиязымыздың үстіне 60 грамм су қосатын боламыз. Осы фаршымызды дайындап қойдық. Енді қамырымызды ұзынша етіп, алақанымыздың көмегімен осылай ұзынша етіп аламыз. Сөйтіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай сақтап бірнеше бөліктерге бөліп, азғана ұнға аунатып, осылай кішкене жуала етіп аламыз. Осылай саусақтарымыздың көмегімен кішкене осылай жұмсартып жайып қойып қоямыз. Осылай дайын болған қамырларымыздың бетін салапамен жауып, біртіндеп алып, қамырымызды өте жұқа мөлдір қылып жайып аламыз. Ішіндегі фаршы көрінетіндей өте мөлдір қылып жайып алу керек. Біріншіде осындай саусақтарымыздың көмегімен жұқартып аламыз қамырымызды. Одан кейін оқтаудың көмегімен жұқартып, дөңгелектеп жайып аламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осылай оқтаудың көмегімен өте жұқа қылып жайып аламыз қамырымызды. Қараңыздар, қандай жұқалықта болғаны, өте осындай жұқа қылып жайып аламыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Осылай жұқалап бетіне жайып аламыз. Осылай қасықпен, өйткені топ болып қалса, ол піспей қалуы мүмкін фаршымыздың. Сондықтан фаршымызды жайып аламыз. Осылай дөңгелектеп жайған қамырымыз жапқан кезде осылай шығады. Оны бірінші қолымызбен жабыстырып, одан кейін вилка немесе арнайы кескіш жабыстырғыш құралдармен жабыстырсақ болады. Міне дәл осылай вилканың көмегімен басып шығамыз. Фарш ішіндегі алынып қалмауы қажет майға түскенде. Майымызды, тапамызды қыздырып қоямыз. Қатты қызған отта чебурекимізді пісіріп аламыз. Чебурекимізді салғаннан кейін отымызды пәсейтеміз. Өйткені ішіндегісі піспей қалуы мүмкін. Өте тез, қараңыздар, өте тез қызарып жатыр. Көтерілімі жақсы. Осындай азғана майға бірнеше чебуреки пісіріп алуға болады. Өте жақсы көтеріліп жатыр, қараңыздар. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Барлық чебурекімізді дәл осылай пісіріп аламыз.
Біріншіде осылай ішіне ауа өтпей осылай ісініп тұрады, кейін басылады. Суығаннан кейін бұл ісініп тұрғаны басылады. Осылай тоңпайып әдемі болып піседі. Мінекей біздің чебурекейіміз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі қып-қызыл болып пісті. Қамыры өте көтерілді, әдемі жақсы көтерілді. Дәмі де өте керемет. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, ішіндегісі жақсы көтерілген, фаршы сулы, сочный дейді ғой, былай айтқанда, өте сулы, дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде осындай қылып жасап көріңіздер.